Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымызды білу үшін экрандағы суреттерге назар аударайық. Бұл суреттен біз микроәлемнің сан алуан өкілдерін бактерияларды көріп тұрмыз. Олардың пішіндері де, құрылымдары да әртүрлі екені байқалады. Әрине дұрыс айтасыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы грамм 10 және грамм теріс бактериялар және олардың құрылыс ерекшеліктері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты грамм 10 және грамм теріс бактерияларды зерттеу. Біздің негізгі міндетіміз бактериялардың осы екі түрін зерттеу, олардың жасуша қабыршасының құрылысындағы айырмашылықтарды анықтау болып табылады. Жаңа тақырыпты тереңірек түсіну үшін алдымен прокариоттық жасушаның, яғни бактерияның негізгі құрылымдық компоненттерін еске түсірейік. Экранда бактерия жасушасының схемалық үлгісі көрсетілген. Біз мұнда цитоплазманы, сақиналы ДНК-ны, рибосомаларды және қозғалысқа жауапты талшықтарды көріп тұрмыз. Бірақ біз үшін бүгінгі сабақта ең маңыздысы жасуша қабырғасы болып табылады. Суретке қарасаңыздар, жасуша қабырғасы мембрананың сыртында орналасқан және ол бактерияға пішін беріп, оны қоршаған ортаның әсерінен қорғайды. Барлық бактериялардың жасуша қабырғасы пептидогликан қабатынан тұрады. Алайда кейбір бактерияларда бұл қабат өте қалың болса, ал кейбірінде жұқа болады. Оның сыртында қосымша липополисахаридті мембрана орналасады. Грамм бойынша бояу дегеніміз не? Соған тоқталсақ. Грамм бойынша бояу дегеніміз бактериялардың бар жоғын, олардың граммы оң немес теріс екені анықтау үшін қолданылатын әдіс. Бұл тәсілді 1884 жылы дат ғалымы Кристиан Ньютон грамм ұсынған болатын. Грамм ұсынған бояу бойынша клеткалардың боялуы клетка қабықшасының құрамына тікелей байланысты. Негізгі айырмашылығына тоқталатын болсақ, грамм 10 бактериялар бояу кезінде негізгі күлгін түсті өзіне жақсы сақтап қалады. Сондықтан микроскоп астында олар қанық күлгін немесе көкшіл болып көрінеді. Грамм теріс бактериялар болса, бұл топтың жасуша қабырғасы негізгі бояуды ұстап тұра алмайды, сондықтан олар қосымша бояудың әсерінен қызыл немесе қызғылт түске боялады. Неліктен бұл маңызды? Бұл тек түстердің айырмашылығы емес. Түс арқылы біз бактерияның қорғаныш қабатының қаншалықты күрделі екенін білеміз. Олай болса, келесі бейне көрсетілімге назар аударайық. Сәлем, мен грамм 10 бактериямын. Менің жасуша қабырғам өте қалың, пептидогликаным көп. Ал мен грамм теріспін. Пептидогликаным аз, бірақ екі мембраным бар. Менде тейхой қышқылы бар. Сол арқылы қабырғам мықты, сыртқы ортаға төзімдімін. Ал менде тейхой қышқылы жоқ. Есесіне сыртқы мембраным мен периплазмалық кеңістігім бар. Менің қабырғам арқылы кейбір заттар оңай өтеді. Ал мен антибиотиктерге төзімдірекпін. Себебі париндерім бар. Біз әртүрліміз, бірақ екеуміз де бактерия әлемінің маңызды мүшесіміз. Сәлем. Жақсы, бейне көрсетілімді көрген болсақ, грамм 10 және грамм теріс бактерияның жасушалық қабырғасының құрылысына қысқаша тоқталып өтейік. Грамм 10 бактерияларда өте қалың және көп қабатты пептидогликан қабаты болады. Бұл қабат жасушаның мықтылығын қамтамасыз етеді. Тейхой қышқылдары тек осы грамм 10 бактерияларға тән. Олардың пептидогликан қабатынан өтіп сыртқа шығып тұрады. Суреттен көріп отырғандарыңыздай көк және қызыл ирек сызықтарды көруге болады. Грамм теріс бактериялар пептидогликан қабаты өте жұқа, бір ғана қабат десек те болады. Сыртқы мембранасы бұлардың басты ерекшелігі болып тұрады. Грамм теріс бактерияларда пептидогликанның үстінде қосымша сыртқы мембрана болады. Липополисахаридтер сыртқы мембрананың ең бетінде орналасады, суретте жасыл антенналармен көрсетілген. Пориндер зат алмасуды реттейтін арнайы ақуызды каналдар. Схемада бұл суретте көк түсті цилиндр болып көрсетілген. Периплазмалық кеңістік ішкі және сыртқы мембрана арасында айқын көрінетін бос кеңістік, бос орын дейміз.
Жақсы, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Грамм 10 және грамм теріс бактериялардың жасуша қабықшасының сұлбалық бейнесін қарап, сұрақтарға жауап беріңіз. Оқушылар, суреттерге грамм теріс, грамм 10-ның сұлбалық бейнесіне мұқият қарап алыңыздар. Жақсы, онда келесі WordWall платформасына сілтеме арқылы өтейік. Бірінші сұрақ, жасуша қабырғасының қызметі қандай? Ішкі қысымнан қорғайды, жасушаның белгілі пішін береді. Грамм теріс бактериялардың қабырғаларында жоқ. Келесі сұрақ, грамм 10 бактерияларда жоқ қабатты атаңыз. Қандай бактерияларда көп қабатты пептидогликанды табуға болады? Муринде қандай заттар табуға болады? Грамм 10 бактерияларға қарағанда грамм теріс жасушалық қабырғада болады. Тейхой қышқылының қызметі қандай? Қандай бактерияларда бір қабатты пептидогликан бар? Көп қабатты пептидогликанның қызметі қандай? Көп қабатты пептидогликан қалай аталады? Жақсы, өте жақсы оқушылар. Бұл сұрақтарға жауап берсек, келесі тапсырмаға назар аударамыз. Бактериялардың табиғи екі топқа жіктеуге негіз болған құрылымды ата. Ең басында айтқан болатынымыз сабақтың жасуша қабырғасы. Барлық бактериялар грамм бойынша бояуға қатысты грамм 10, грамм теріс болып бөлінеді. Жасушалық қабырғасының қарапайым не күрделі болуы осы жасуша қабырғадан анықтаймыз бояу арқылы. Келесі тапсырмамыз берілген тұжырымдамалардың жалған немесе шындық екенін плюс немесе минус белгісі арқылы орындайық. Ол үшін біз келесі платформа Learning Apps-қа өтейік. Грамм 10 бактериялардың жасуша қабаты екеу. Жалған, өте жақсы. Ішкі цитоплазмалық мембрана тек грамм теріс бактерияларда болады. Жалған, өте жақсы. Пептидогликандардың сыртқы қабаты қалың тек грамм 10 бактерияларда болады. Шындық, тамаша, өте жақсы. Липидтердің мөлшері аз болатын грамм теріс бактериялар жалған, өте жақсы. Пуриндік өзектері бар грамм 10 бактериялар кездеседі. Жалған, жақсы, тамаша. Периплазмалық кеңістігі жоқ грамм теріс бактерияларға жіктеледі. Жалған дейміз, жақсы. Тамаша, жарайсыңдар оқушылар, бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырма функционалдық сауаттылыққа арналған антибиотик таңдау мәтіні. Дәрігерге тамағы ауырып, дене қызуы көтерілген науқас келді. Дәрігер бактериялық инфекцияға күдіктеніп, жұғынды алып, грамм әдісімен бояуға зертханаға жіберді. Зертхана қорытындысында микроскоп астында күлгін көк түске боялған пішіні шар тәрізді бактериялар анықталды. Дәрігерде екі түрлі антибиотик бар. А антибиотикі бактерияның пептидогликан қабатының жасуша қабырғасының синтезін тежейді. Б антибиотикі тек бактерияның сыртқы липополисахаридті мембранасын зақымдауға бағытталған. Сұрақтар. Бірінші сұрақ. Дәлелдеме. Зертханалық зерттеу нәтижесіне сүйене отырып, бұл бактериялардың түрін анықтаңыз. Грамм 10 немесе грамм теріс. Өз жауабыңызды бактерияның жасуша қабырғасының құрылысымен байланыстырып дәлелдеңіз. Екінші сұрақ. Таңдау жасау. Дәрігер тиімді ем жүргізу үшін қай антибиотикті А немесе Б-ны таңдауы керек? Неліктен? Үшінші сұрақ. Болжам жасау. Егер зертхана нәтижесінде бактериялар қызғылт түске боялған болса, бұл олардың құрылысы туралы не айтар еді? Ондай бактерияларға А антибиотикі неліктен нашар әсер ететінін түсіндіріңіз. Тамаша оқушылар, бұл сұрақтарға жауап берсеңіздер. Үйге сабағымызды аяқтап, үй тапсырмасын жазып алайық.
үйге грамм-10 және грамм-теріс бактериялар және олардың құрылыс ерекшеліктеріне салыстырмалы диаграмма құру. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, кері байланыс жасайық. QR-кодты сканерлеу немесе сілтемеге өтіп, Mentimeter платформасына өтіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, бүгінгі сабақ түсінікті болса, ұнаса және қиындық туындаған сұрақтар болса, белгі қойып кетіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.